Саламатсыздар ма? Сіздермен TestMe каналы. Және бүгін біз арифметикалық прогрессияға есеп шығарамыз. Есептің берілгені келесі. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 17 мүшесінің қосындысы 136-ға тең. Яғни SN дегеніміз A1 қосу A2 қосу A3 қосу тағы сол сияқты қосу A17 тең болады 136-ға. 6-шы мен 12-ші элементтің қосындысын табу керек. Енді есептің шешуіне кірісейік. Алдымен SN-нің формуласын жазайық. SN тең болады A1 қосу A17 бөлінген 2 көбейтілген 17. Яғни алғашқы 17 элементтің қосындысы тең болады. Бірінші элемент қосу 17-ші элемент бөлінген 2 көбейтілген осы элемент саны. Осы формула n элемент үшін келесі түрде болады. A1 қосу AN бөлінген 2 көбейтілген n. Яғни мен n-нің орнына 17-ні қойдым. Және енді орнына сан мәнін қояйық SN-нің 136. 136 тең болады A1 қосу A17 бөлінген 2 көбейтілген 17. 17 мен 136 қысқарады. Яғни мынақта 8 болады, мынақта 1 қалады. Және 8 бен 2-ні көбейтсек 16 тең болады A1 қосу A17. Енді бізге A6 мен A12-нің қосындысын табу керек. Алдымен осы A6 қосу A12 неге тең болатын жазайық. Яғни бізде мынандай формула бар. n-ші элемент тең болады A1 қосу n алынған 1 d. d деген яғни бізде қадам болады арифметикалық прогрессияда. Осы формуламен енді осы элементтерді жазайық. Яғни A6 тең болады A1 қосылған n-нің орнына 6 n-1, 6-1 тең 5, 5 көбейтілген d. Яғни осы элемент ол осындай түрге келеді. Және A12-ні жазсақ, A1 қосу 11 d. Яғни 12 алынған 1, 11 болады. Яғни бұл осы элемент. Яғни екеуін қосып тастасақ, 2A1 қосу 16 d болады. Енді A1 мен A17 элементтерін осындай түрде қосайық. Яғни бізде A1 өз күйінше қалады, ал A17 тең болады A1 қосу 16 d. Ол тең болады 2A1 қосылған 16 d. Яғни біз көріп тұрмыз, мына екі жазудың тең екенін, мынау екі сандардың тең екенін. Яғни бізде A6 қосу A12 тең болады 2A1 қосу 16D, ол тең болады осыған. Яғни ол 16-ға тең. Жауап осындай түрде болады. Осы сабақтан біз қандай теореманы шығаруға болады. Яғни біз көріп тұрмыз мынаяқта A6 қосу A12 және A1 қосу A17. Байқап қарасаңыз, мынау 6 мен 12-ні қоссақ, элементтердің индекстарын 18 болады. Және 1 мен 17-ні қосақ, тағы да 18-ді аламыз. Бұдан қандай теорема шығаруға болады? Егер тек қана арифметикалық прогрессияда, егер екі мүшенің индекстарының қосындысы тең болса, онда осы мүшелердің қосындылары да тең болады. Ал сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, TestMe каналы. Көп рахмет сізге.